Пайғамбарымыз айтты дейді бір күні мешітке. Қазір мешітке тірі жүрген жәннати адамды көресіңдер ма? Сол кіріп келеді деді дейді. Көрейік о кісіні, кім екен дедік. Бір кісі кірді. Намазға кіргендей дәрет алған, үстінен су тамып тұр сақалдарынан. Ассаламу алейкум деп амандасып кірді. Сол қолында аяқ киімі бар. Оң қол емес, байқадыңыз ба қандай әдеп? Сол қолында аяқ киімі бар. Кіріп келіп, үндемей қатарға отырды. Екінші күні де дәл солай болды. Тірі жүрген жәннати адамды көргілерің келсе, қазір мешітке кіреді деді. Тағы да сол адам кірді. Үшінші күні тағы да сондай сөз болды. Бір сахаба барып ол кісінің үйіне сылтау айтып 2-3 күн бірге жатып түнеді. Көрді, қандай амал жасайды екен, қандай кісі екен. Қарапайым, қатардағы мұсылман. Түнімен тұрып намаз оқымайды, жоқ. Құптанды оқиды, таң намазына бірақ тұрады. Болды, қарапайым. Күндіз ораза шығар, жоқ. Күндіз тамақ ішіп жүр. Мүмкін Құран оқитын шығар, жүрген жерінде тұрған. Қари емес, Құран жаттамаған көп. Кішкентай ғана 3-4 сүре біледі. Ендігім сонда ол. Намазы қарапайым, оразасы ондай емес, Құраны ондай емес. Қандай адам? Ақыры шыдай алмай сұрайды. Сіз пайғамбар мақтайтын не тірлік істедіңіз сонша дейді. Білмеймін. Пайғамбарымыз бірақ бір айтқан сөзі бар. Ей пәленше, сенің маған бір ісің ұнайды. Кешке жатарда, я Аллахым, бүкіл барлық мұсылмандардың барлығын кешірдім деп жатасың дейді. Таза жүрекпен жатады да. Жүрегі тап-таза. Ұйқысы да тыныш болады сол үшін. Қорылдап, тұрып, қанып ұйықтайды. Білесіз ба? Византия империясының патшасы Омар халифаға хат жіберіпті дейді. Мына хатты алып бар, Омарға бер де бір арабтың жігітін жіберіпті, Шамдағы. Енді Шам кезінде со Византияның қол жаулығы болды ғой. Содан Мадинаға келеді. Мешітке келеді. Пайғамбардың. Омарғаны, білмеймін, мешіттің сыртында бау бар, сонда көріңіз дейді. Іздесе, Омар халифа, бүкіл мұъминдардың әміршісі, біздің сөзбен президент, мемлекетінің үлкендігін айтайын ба? Солтүстігі Кавказ, оңтүстігі Индия, шығысы Қытай, батысы Атлант мұхиты. Осындай үлкен император аяқ киімін басына жастық қылып, құрма ағашының түбінде қорылдап ұйықтап жатыр дейді. Жанында бір қарауыл жоқ. Қазір президент айтпайық. Қарапайым фирманың бастығы жанына көзіне қарашки таққан бойы 2,5 метрлік жігіт ұстап жүрмесе тиіс жүрамайды. Қорқады. Неге? Бауырлар, Құдайды ұмытып кететін сияқтымыз. Сонда әлгі араб Омардың жанына келіп айтты дейді. Ей Омар, әділдік жасадың, әділ болдың. Тыныш ұйықтап ұйқың қанды ғой енді деген екен. Әділдік істейді, таза жүреді, біреуге кінә тартпайды. Біреуге деген жүрегінде ашу, ыза, кек жоқ. Ұйықтайды да рахаттанып, қалаған жерінде.